Бәріңізге сәлем, сіздермен Queen Saya. Бүгін мен өзімнің влог апталығымның екінші күнін түсіретін боламын. Және де егер сіздерге қызық болса, осында қалыңыздар, каналға тіркеліп подписаться кнопкасын басыңыз, және де сол қызыл кнопканы міндетті түрде сор түске айналдырыңыз. Және де менің осы видеоны толық көріңіз, себебі видеоның соңғы жағында мен сіздердің қойған сұрақтарыңызға жауап беретін боламын. Компьютерге салып қойдым, монтаждап барлығын жасап, мынау обложкасы қазір ютубқа салатын боламын. Және мен бүгін тамағым аттырақ ауырып тұр, үшін тоғысынан бермеңіздер. Содан кейін кешкі асып алып, біз шамалы серуендеп көше жаққа жүріп қайтуға шығып бара жатырмыз. Сіздердің қойған сұрақтарыңызға жауап беретін боламын. Ендеше бастайық. Бірінші сұрақ: алға қойған мақсатың қандай? Менің алға қойған мақсаттарым өте көп. Ең бірінші мақсатым ютубты дамыту, яғни ютуб каналымды әрмен қарай дамыту. Өйткені менде қазір карантин уақытында басқа жасайтын жұмыстарым жоқ десек те болады. Және де мектепті жақсы оқып бітіру, ал қазір каникул болғандықтан мен әзірге ютубты дамытып жатырмын. Екінші сұрақ: артқа айналдыратын сағатым болсаң, қай жаққа барар едің? Артқа айналдыратын сағатым болса, онда мен дарын мектебіне келген уақытымды артқа айналдыратын едім. Сол мектепте күнде бір қызық нәрселер ойлап табатын едім, өйткені онда қызық өткізуге мүмкіндіктер өте көп, сол үшін мен әлде де қызығырақ өткізетін едім. Үшінші сұрақ: блогер болуға кім не себепкер болды? Маған блогер болуға бұрыннан өзім блогер болғым келіп жүрді, видео түсіргім келді ютубқа. Менің бұрынғы мектебімде менің сыныптастарым видео түсіретін, мен всегда оларға қызығып жүретінмін. Кейін өзім солай түсіргім келді, және де бірден бір себеп болған: менің апам маған штатив подарить етті, яғни сыйлыққа штатив берді. Сол үшін мен видео түсіруге жаңадан бір мүмкіндік болғандықтан түсіремін деп шештім. Жақын адамдарымның бойынан бағалайтын қасиетін. Менің жақындарымның көбісі олар маған адал жандар, және де олардың көбісі андай өте күлкілі адамдар. Мен сондай қызық адамдармен араласқанды жақсы көремін. Менің жақындарымның көбісі күлкілі болғанда олар үнемі бірдеңе ойлап тауып жүреді, бірдеңені бүлдіріп жүреді. Олармен жүрген үнемі қызықты болады. Сол үшін мен жақындарымды, айналамды сондай қызық адамдарға толтырғанды жақсы көремін. Келесі сұрақ: хоббиің қандай? Менің қазіргі таңда хоббиім өте көп. Мен сурет саламын, мен өлең шығарамын, өзім ютубқа видео түсіремін, жайдарман ойнаймын, би билеймін. Мен биге 5 жылға қатысқан, тағы да хоббиларым өте көп, айта берсең. Камераны алып көшеде блог түсіруге ұяласың ба? Негізінен мен бұрындары 1-2 рет видео түсірген болатынмын, бірақ ютубқа ұялып салмаған болатынмын. Бірақ қазір ұялмаймын, өйткені мен өзімнің страх дейді ғой, ішкі қорқынышымды жеңіп келе жатырмын. Негізінен егер мені бір адам түсіріп тұратын болса, онда мен ұялмаймын. Егер мен жалғыз камераны алып түсіруге арасында ұялатын кездерім болады. Жақын адамдарың кім? Жаныма ең бірінші менің жақын адамдарым қазіргі дарын мектебіндегі сыныптастарым және жайдармандағы командам десем де болады. Дағы идея кімнен аласың? Видеода идеяны мен не түсіремінді білмеген уақытта менің өзімнің құрбыларымнан сұраймын. Әсіресе маған
Кемалова Айым дейтін подружкаммен, Бақытжан Сахат дейтін другым всегда көмектесіп отырады. Олар видеоны мынандай түсірсең қызық болады, осылай жаса, яғни видео идеялар айтып отырады, осындай түсір деп отырады. YouTube каналың дамып жатқан сәтте сабақ кездерінде блог түсіре аласың ба? Егер мүмкіндіктер болса түсіремін. Мен міндетті түрде негізінен сабақ кезінде түсірсем одан да қызық болады деп ойлаймын. Өмірлік ұстанымым қандай? Өмірлік ұстанымым ешқашан артқа қарамау керек. Өйткені бұрын болған нәрсе қазір болмайды. Өйткені қазір 21-ші ғасыр, жаңа тың идеялардың ғасыры. Басқа ешкім істемеген нәрсені істеу, оны істеуге ұялудың керегі жоқ. Яғни болған нәрсеге оны ұялудың керегі жоқ. Артқа қарамау керек, мүлдем. Екінші көргеннен ғашық болған емеспін. Негізінен мен неше рет қараса да ғашық болуға сенемін. Өйткені махаббат бар, болды. Ана сыйлаған ең ерекше сыйлық. Анама мен сыйлықтарды көп сыйлаймыз. Әрине де туған күнінде де 8 март күні, яғни наурызда да үнемі біз анамызға сыйлық жасап тұрамыз. Егер ең ерекше сыйлықтарды екі категорияға қымбат және арзан деп бөлетін болсақ, ең қымбаты ол біз отбасымызбен алтын алқа сыйлағанбыз. Ең ерекше сыйлық сол болды деп ойлаймын. Және де бір ең ерекше тағы бір сыйлық бар, ол 3-4 сынып оқитын кезінде бастауышта бізге 8 наурызға анамызға ашық хат жасадық. Ондай ол. Мен сол кезде қара түсті хат жақсы көретінмін. Сосын алдымда ашық хаттың ортасына гүлдің суретін салып, жан-жағын қара қойып тастадым. Ол өте жаман көрінді, бірақ маған өзіме қатты ұнағасын. Анама соны сыйлаған болатынмын. Маманың түрін көрсеңіздер, сендер кенбейсіздер, есеп тастағансың деп айтқысы келді, бірақ рахмет деп күлді. Келесі, қай арманыңа өз күшіңмен жеттің? Менің ең мықты армандарымның бірі ол көптен бері армандағаным экспоға бару болды. Менің арманым экспо 2017 жылы қатты экспоға барғым келді, бірақ 2017 жылы менің апам тұрмысқа шығатын болғандықтан біз бара алмадық. Отбасымызбен Біз отбасымызбен барғымыз келген экспоға, бірақ біз бара алмадық, өйткені бізде той болатын болды. Тойдың қарсаңында болатын болды. Экспо сол үшін бара алмай қалдық. Бірақ менің арманым өз күшіммен жетті. Мен алғаш Нұр-Сұлтанға барған кезде менің үздік ойыншы болғаным үшін, яғни рейтингім жоғары болғаны үшін мені экспоға апарған болатын, яғни экскурсия жасаған болатын. Сол кезде мен қатты қуанышты болдым. Өйткені экспоны мен өзім сол кезде көрген болатынмын. Одан кейін екінші менің қатты армандағаным ол қызыл диплом алу. Өйткені мен үнемі түнімен ұйықтамай оқып, солай терлеп деп өтірік айтпай қояйын. Бірақ болды. ЦЖБ бөлімін тапсырмаған кезде түнімен отырып жазатынмын. Бүкіл мектепте аяқтай алмай қиналатын кездерде мен үйге беріп жіберетін. Сол үйде отырып мен 2-3 сағат бойы ЦЖБ жазатынмын. Түнгі 4-5-ке дейін отырып жаза беретінмін. Барлығын до конца бітірмейінше. Мен қызыл аттестатты қолыма алғанда қатты қуанған болатынмын. Өйткені мен көптен бері армандадым. Сол үшін көп еңбек еттім десем де болады. 9-шы сыныпта қатты тексеру болды. Мен сол тексеруде дарын мектебі болғандықтан қиынырақ болды, әрине. Бірақ мен барлығын өткеніме өзім қатты қуандым. Қолыма мақтау қағазын берген ішімде өзімнен гордость сондай болды. Осымен сұрақтар аяқталды. Негізінен YouTube білмеймін не үшін комментарийді жауап тастағанын. Бұл сұрақтардың барлығын маған құрбыларым қойған болатын, 4-5 құрбым қойған болатын сұрақтарды. Өйткені YouTube білмеймін екенін комментарийді жауап тастады. Менің видеомдағы келесі видеоларда комментарийді ашады деген ойдамын. Егер сізге видео ұнайтын болса, лайк басыңыз, комментарий жазыңыз. Және де сіздермен болған мен Сая. Менің влогым ұнады ма? Сол туралы комментарий ашық болса, егерде жаза кетіңіз. Болмаса, менің Instagram парақшама тіркеліп, сонда дайректке жазсаңыз болады. Мен сіздерді жақсы көремін. Сіздермен мен Сая.